Сәлем достар, әр апта сайын менің каналымда жаңа рецепттер шығады. Ал бүгін сіздермен өте керемет имбирный пряники дайындайтын боламыз. Ыдысымызға құм шекер, бал, бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды саламыз. Шай қасық имбир, корица, какао және шым-шым тұз салып, баяу отқа қойып, құм шекер ерігенше араластырып тұрамыз. Сөйтіп үстіне бір шай қасық сода салып араластыру қажет. Сөйтіп 2 есе көтеріледі. 1 минут өткеннен кейін оны оттан алып, бөлме температурасында суытып, оны үлкенірек ыдысқа құю қажет. Массамыз суығаннан кейін бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Илеуіштен өткізіп 360 грамм ұнды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеу қажет. Қамырымыз видеода көрсетілгендей осындай жұмсақ болады. Оны одан кейін 30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Оны алып, осылай шарики жасап, домалақ қамыр жаямыз, қалыңдығы 0,5 мм болады. Печенье кесетін формочкамызды алып, осылайынан кесіп шығамыз. Қызып тұрған духовкада 200 градуста 5-7 минут аралығында пісіреміз. Менде 23 дана осындай пряниктер шықты. Оларды глазурьмен қалай әрлеуге болатыны туралы келесі видеода көрсетемін. Оны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.